Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге Жансая. Бүгін сіздерге суда пісетін батонның рецептімен бөлісетін боламын. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, ең алдымен каналыма тіркеліп, каналым одан ары дамуына септігіңіз тигізіп қолдап кетіңіз. Және менімен бірге видеоның соңына дейін бірге болыңыз. Бізге керекті жылы сүт, 1 шай қасық тұз, 2 шай қасық құмшекер және 1 шай қасық дрожж, яғни ашытқы. Және сұйық май. Стаканның түбіне кішкене ғана сұйық май алып қалдым. Тұзымызды ертіп аламыз. Тұзымыз ерген соң, үстінен аз-аздан салып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды бірден салып жібермеңіздер. Егер де бірден салып жіберетін болсаңыздар, қамырларыңыз, яғни илеп жатқан қамырларыңыз ұныңыз көп болып, қатты болып қалуы мүмкін. Сол себепті аз-аздан салып отырып илейміз. Әр ұн әртүрлі. Кейбір ұндар суды жақсы сорады, кейбір ұндар суды онша сормайды. Сол себепті аз-аздан салып отырып илейміз. Жаңағы стаканның түбінде қалған сұйық майымызды құйып, тағы да 1-2 рет зуалғылап илеп жібереміз. Енді бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыздың көтерілгенше. Қамырымыз көтерілді. Қолымызды майлап алып, дастарханымызды майлап алып, қамырымызды үстіне түсіреміз. Және осылай шиыршықтап, сопақ етіп, қамырымызды, мен қамырды 4-ке бөлемін. Сіз өз қалауыңызша бөліңіз. 5-ке бөлесіз бе, 6-ға бөлесіз бе, домалақ батон жасайсыз ба? Яғни булочка ретінде өз қалауыңызша. Мен 4-ке бөлдім. Қазір, яғни кастрюлькіме пісіретін суыма лайықты етіп бөліп алдым. Енді осылай қолдың көмегімен, яғни қолымызды майлап отырып, қамырымызды жайып аламыз осылай. Қамырымыз жайып алғасын бір шеттен осылай орап отырып, екі шетін тегістеп, бір шетке қоя береміз. Барлық қамырымызды дәл осылай қолымызды майлап отырып, жайып, бір шетінен орап, батонға ұқсатып қоя береміз. Каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, каналым одан ары дамуына септігіңізді тигізіп, комментарий, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Дәл осылай етіп барлығын істеп алып, 10-15 минутқа шашықпен жауып қоямыз. Дәл осылай көтеріледі. Менікінің арасы жақын болып кеткен. Сіздер алшақтау қойыңыздар. Алшақтау қойсаңыздар дәл осылай жабысып қалмайды. Және осылай бетін пышақтың көмегімен жай ғана тіліп шығыңыздар. Қаттырақ тіліп жібермеңіздер. Суымызды отқа қоямыз, яғни газға қойып, қайнағаннан кейін жаңағы батонымызды суға саламыз. 1,5 минут бір бетін пісіріп аламыз. 1,5 минут келесі бетін аунатып пісіріп аламыз. Яғни 2 бетін пісіргенге 3 минутта кетеді. 2-3 минутта осылай пісіріп аласыздар. Пісіріп алған соң сорғытып аламыз. Суға салғаннан кейін батондарыңыз ісінеді. Осылай табамызға салып, бетін сәндеп, ақ күнжіт, қара күнжіт себеміз. Бетіне жұмыртқа жағудың керегі жоқ, себебі суға піскеннен кейін өзі қызарып, әдемі болып жұмыртқа жаққандай болып пісіп шығады. Қызып тұрған пеште, яғни 250 градуста піскенше пісіріп аламыз. Дәл осылай пісіп шығады. Беті қызарып, туры жұмыртқа жаққандай болып пісіп шығады. Ортасы жұмсақ, сырты қытырлақ. Қазір сіздерге ортасын кесіп көрсетемін. Ортасы таза піскен, ең бастысы. Міне көріп тұрғандарыңыздай. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, каналымның одан ары дамуына септігіңіз тигізіп, қолдап кетіңіздер. Видеоның соңына дейін менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Істеп көріңіздер, ас болсын.